Пияз қабығының қайнатпасы қандай ауруға ем? Пияздың қабығы бірталай дертке дауа. Менің керек арнама тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Комментария жазып кетіңіздер. Пияздың емдік қасиетін көпшілігіміз білеміз. Суықтап ауырғанда көбірек пияз жейміз. Мұрыннан су аққанда пияздың сөлін тамызамыз. Тіпті жүрек пен бүйрек ауруында да пияздың шипасы бары белгілі. Ал пияздың қабығы туралы не білеміз? Оның емдік қасиеті орасан зор екенін естігенсіз бе? Пияздың қабығы Е, В, С, Р дәруменінен калий, магний, темір, мырыш және күкірт элементіне бай. Сонымен қатар құрамындағы каротин, кверцетин сынды заттарының арқасында вирусқа, инфекцияға қарсы күресетін күшке ие. Пияздың қабығы терінің саулығын жақсартады әрі жасартады. Жүрек қан тамыр ауруларын алдын алады. Еркекті қуатты арттырады. Иммунитетті нығайтады. Рак ауруымен күреседі. Ағзаны шлакпен тазалайды. Аяқ ауруын емдейді. Шаршауды басып, қуаттандырады. Ағзаны құрттан арылтады. Ішек жолдарын реттейді. Асқазанның жұмысын жеңілдетеді. Мидың қан тамырларын тазалайды. Жүрек қан тамыр жүйесін қуаттандырады. Қанның ұюын болдырмай, жараның тез жазылуын септігін тигізеді. Жүрек қағысын реттейді. Асқазан ас қорыту жолдарының жұмысын қалпына келтіреді. Ағзадағы шырышты шығарады. Артық сұйықтықтан арылтады. Әрі бүйрек ауруының алдын алады. Қан айналымды реттейді. Варикоз, геморрой, безсіздік және атеросклероз ауруынан айықтырады. Ағзадағы артық тұзды шығарып, буынның айналасындағы ауруларды емдейді. Инфекциямен күреседі. Суыққа, вирусқа, саңырауқұлаққа қарсы шипа. Сонымен қатар қайызғақ, табанның қотырын, тері ауруларын, қабыршақтануды, терінің сезімталдылығын және тегістігін емдейді. Бұлшықеттерді, ауырлықты, шаршауды, күйзелісті болдырмайды. Сондай-ақ шаштың түсуін тоқтатып, қайраттандырып, қуаттандырады әрі жылтыратады. Бүйректі емдеу үшін 2 ас қасық ұсақталған пияздың қабығын 2 стақан суға салып отқа қоясыз. Бір қайнап шыққан соң қақпағын жауып қойыңыз. Шамамен 30 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1 қасықтан күніне 5 рет ішесіз. Қан қысымы жоғарылаған кезде пияз қабығынан шай демдеп ішіңіз. 1 стакан қайнаған суға 1 ас қасық ұнтақталған қабықты саласыз. 15-20 минуттан соң сүзіп алып, шай ретінде ішесіз. Бұл шай қан қысымын реттейді, сіңірдің тартылуын қойдырады әрі ісінуді болдырмайды. Сонымен қатар бас ауруын айығасыз, суық түйгізуден сақтанасыз, тәбетіңіз артып, қан тамырларды тазалайды. Жүрек ауруын емдеу үшін 2 ас қасық пияздың қабығын 1-2 ас қасық бақбақ тамыры мен 1-2 ас қасық мың жапырақ шөбін араластырыңыз. Оны 1,5 литр қайнаған суға салып тұндырасыз. Шамамен 15-20 минуттан соң сүзіп алып 150 мг ішесіз. Емді тамақтанудан 1 сағат бұрын қабылдайсыз. Емделу мерзімі 10 күн. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, керегіңізге жарасын.